Құрманқұл тоқтыра сөйлеп атат, мен кіші жолда дегенде. Қайтарғыл артқа. 27 секундты. Не қошамат қылып атасыңдар, отырып алып. Қашқар Жүнішәлиев менен Орозбек Опынбаевичке қозғалған қылмысшы бар ма? Бұрынғы ішкі іштер министрі менен ұлттық қауіпсіздік қызматтың басшысына өздеріне қарата қозғалған қылмыс жоқ, бірақ 5 октябрда қозғалған қылмыстың алқағында бұларға да тергеліп отат, юридикалық баға беріледі. Жоқ, егер тергеліп атса, Интерпол арқылы берілді ме іздеуге? Ішкі іштер министрлігі тергөө ұлттық қауіпсіздік қызматында сіз жооп беріңізші. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен УКМКнын тергөө башкармалыгынын башчысы Самедин уулу Сагынмын. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, бизде бир кылмыш иши тергелүүдө. Бул кызматтык адамдардын үстүнөн по факту козголгон. Баягы правомерность применения специальных средств. Ошону текшерүү үчүн козголгон. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат. Кызматтык адамдардын пока эч кимисине биз айыбын угуза элекпиз. Тергөөнүн жыйынтыгы менен сизге кошумча маалымат беребиз. Бул эми туура эмес да. Бир адам өлдү, канча адам жаракат алды. Анан аларга силер Интерпол аркылуу издөө жаргабасаңар, же издебесеңер, же сурабасаңар. Шадиев Американын элчилигин сурап атасыңар, бул эмне сурабайсыңар Орусияда? Москвада жүрбөйбү көтөң? Рыскелди Чыныбекович, бул адамга айыбын угузуш үчүн далил табыш керек. Ал адамдын өлгөндүгүнүн себебин баарын изилдеп атабыз. Экспертизалар дайындалган. Ошол эле эмне причина жанагы шумовой гранатадан башкаданбы, ал шумовой граната каяктан келип түштү, эмне себептер баардык тарабы ар тараптан изилденип атат. Жыйынтыгы менен баа беребиз. Эми силер иликтеп бүткөнчө мен өтө эле эскертип калат.